Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен тауық етінен жасалған кеспе сорпа жасайтын боламыз. Өте дәмді, асқазанға өте жайлы, тез қорытылатын сорпаны бірге жасайық. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыздар, тіркеліп алыңыздар, ұнап жатса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментария қалдырыңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Одан кейін тауық еттерін осындай артық майлары болса алып тастаймыз қабықтарын. Осылай 4-5 етіп етімізді турап аламыз. Етімізді қазанымызға салып бір шайып алуды ұмытпаңыздар, және қақпағын жауып қайнағанын күтеміз. Ол арада біз пиязымызды тураймыз. Осылай майдалап 4-5 етіп көбейтіп турап шығамыз. Сәбізімізде осылай қалағаныңызша 4-5 етіп турап аламыз. Сарымсағымызды да дәл солай турап аламыз. Бәрін бір ыдысқа салып, картопымызды да осылай 4-5 етіп турап аламыз. Сәтте қайнап қалған қазанымыздан көбігімізді алып аламыз. Қайта сапырып жіберсеңіздер, көбігінің барлығы осылай сыртына шығады. Сол кезде біздің сорпамыз мөлдір болып пісіп шығады. Ары қарай тұзымызды салып, керегенше тұз, бұрыш, лавр жапырағын салуды ұмытпаңыз. Көкөністерімізді де саламыз. Және сіздерде томат болса томат, немесе қыстың күні, жаздың күні дайындалған осындай томатты салсаңыздар да жарайды. Енді бетін жауып, 1,5 сағатқа қайнатамыз баяу отта. Менде 1,5 сағат қайнады. Тауық еті тез пісетіндіктен дәл осылай бетін жауып кеспемізді салып қайнатамыз. 10 минут қайнатсаңыз, соның өзі жеткілікті. Ал біздің кеспеміз дайын болды. Өте дәмді болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде. Сорпасы осылай тұнып тұрады. Осындай дәмді сорпаны күнделікті жасасаңыз да, балалар да барлығы сүйіп жейді. Сіздерге ұнап жатса лайк басып, тіркеліп алыңыздар. Үстіне аз көк салсаңыз да, укроп немесе өздерің қалауларыңызша салсаңыздар болады. Міне біздің сорпамыз дайын, ас болсын. Сіздермен болған мен Жанар. Маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.